Терморегулятор W3002. W3002 терморегуляторды қалай қолданамыз? Яғни бірінші кнопка set плюс минус. Температураны режимді өзгерту үшін бірінші сетті басамыз, P0. Бұлған тағы да сетті басып кіреміз. Бұл нижний астыңғы температура, нижний предел. Келесі P1. Бұл верхний предел. Керегін қоямыз өзімізге керегіміз. Например, 37.8-ді өшіп, 37.7-де қосылу үшін бізге P0-ді 37.7-ге қоямыз, P1-ді 37.8-ге. Осы екі аралықта жұмыс істейді. P2-міз калибровка датчика, датчик калибровать ете аласыз. P3 режим ожидания минутах, оны 10 минутқа дейін қоя аласыз. Ол енді по нулям тұрады основном. Основной инкубаторға керегі температура P0 мен P1. P2 калибровка датчика, P3 режим ожидания. Өз автоматически сохранить етіледі. Болды.